Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте пайдалы әрі дәмді тағамдардың бірі әсіп дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Әсіп дайындау үшін бізге қойдың жүрегі, бүйрегі, өкпесі, құйрық майы, бауыр қажет. Жылқы етінен фарш, жасыл болгар бұрышы, сарымсақ, сәбіз және пияз. Ыстық суға бұқтырылған күріш және ішек қажет болады. Ең алдымен барлығын ұсақ бөлшектерге бөліп турап аламыз. Өкпені алдын ала суға бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Енді туралған заттарымыздың барлығын мясорубкадан өткіземіз. Пиязды да өткізсеңіздер болады, бірақ мен осылай ұсақтап қолмен турап шықтым. Мясорубкадан өткізіп болғаннан кейін үстіне жылқының фаршын қосамыз, күрішті және ұсақтап туралған пиязды қосамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш және өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қосуға болады. Енді шамалы су құйып, қолымызбен араластырамыз. Бұл менде қойдың ішегі, қалауыңызша сиырдың, жылқының ішектерін пайдалануға болады. Енді ішегіміздің бір басын осылай жіппен байлап аламыз. Әсіпті ішекке салуға ыңғайлы болу үшін осылай бутылканың басын кесіп алсаңыздар болады. Ішегіміз бос болу керек, қатты нығыздап салмаймыз, өйткені ішек жарылып кетуі мүмкін. Әсіпті осылай ұзын күйінде салсаңыздар да болады, немесе арасын байлап кіші бөліктерге бөліп алсаңыздар да болады.
Енді инемен біраз жерлерін тесіп аламыз. Енді ыдысымызға салқын су құйып, дәміне қарай тұз салып, әсібімізді қазанға салып қайнатамыз. Осылай қайнап бастағанда да тағы бір рет инемен тесіп шығу қажет. Одан кейін көбігін алып шығамыз. Көбігін алып болғаннан кейін бір елкі отта 1 сағат шамасында қайнатамыз. Егер ішектеріңіз қатты жуан болса, одан да көбірек қайнатуға болады. Осымен әсіп дайын. Қалауыңызша ыстық күйінде немесе салқын күйінде ассортиге қолдансаңыздар болады. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.